Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айған Зылпиева. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін 7-ші сынып химия БЖБ 2 4-ші тоқсанның тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Тақырып геологиялық химиялық қосылыстары бөлімі бойынша. Тапсырмаға 9 балл беріледі. Бірінші тапсырма кен ұғымы, яғни кен ұғымына анықтама беріңіз дейді. Жер қабығындағы бір минералдан немесе минералдар агрегатынан тұратын пайдалы қазбалардың жекеленген табиғи жиынтығын айтамыз. Екінші, минералдар және олардың жаңағы алынатын металдарын сәйкестендіріңіз деген. Яғни мыс 2 болады, малахит, темір жаңағы перит және гематит, натрий бізде галит болады, алюминий, боксит болады. Үшінші, Қазақстанда кең көлемде қолданылатын өндіретін табиғи ресурстармен мысал келтіріп, оның қай жерде кен орындарын атаңыз дейді. Мұнай ең алдымен көп қолданылатын кен орны, Қарашығанақ, теңіз, Қашаған, тағы басқа. Екінші, көмір және оның кен орындары Қарағанды, Екібастұз, Зұмайкөбен. Үшінші, табиғи газ кен орны Қарашығанақ, Жетібай, Қаламқас болып саналады. Төртінші, металды өндіру барысында оның қоршаған ортаға тигізетін әсерін сипаттаңыз деген. Төртінші тапсырма бұл жерге сыймай қалды, сондықтан келесі бетке жазамыз. Төртінші тапсырманың жауабы: ең бірінші, атмосфералық ауаға зиян. Бұл халық денсаулығының нашарлауына, қоршаған ортаның тозуына әкеледі, ауыл шаруашылық өнімдерінің өнімділігін төмендетеді. Менің YouTube каналым пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар және қоңыраушаның белгісін басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айған Зылпиева. Қазақша контенттерді көбірек қолдауды сұраймын.